келді Сүлейфа. Қандай Сүлейфа былай істейік та. Бейбарыс, былай келсек, жеңілген адам жеңген адамның айтқанын істейді. Келістім. Уәде бересің бе? Уәде. Ерасыл! Ерасыл! Бейбарыс, бұның не? Астарды осылай лақтыруға бола ма? Семірші өзін жеңіп көр, сосын айтарсың. Бұл жай ғана ойын емес па? Жарайды қойшы, одан да уәдеңді айтшы. Уәдемді айтайын десем ашуланып тұрсың ғой? Айта берші. Менің уәдем мынандай. Екеуміз мәңгі дос боламыз деп уәде бер. Біз онсыз да дос емеспіз бе? Біз қай қалада болатынымызды білмейміз ғой. Сол үшін мәңгілік дос боламыз деген уәдені алып қалғым келеді. Ендеше уәде. Сәлем қыздар. Сәлем, біз таныспыз ба? Танымасақ танысайық. Біз бөтен балдармен таныспаймыз. Бөтен болмашын танысып отырайық. Түкте күлкілі емес. Өздерің бір дөрек екенсіңдер. Иә, сізге онда жігіттер ұнамайды. Қатты қиын болды ғой, досым не істейміз? Сыпайы болып көрейік та. Сендер неге бізді мазақ қылып тұрсыңдар? Нұрай, ашуланба, кеттік. Нұрай? Әдемі есім екен. Менің атым Ерас. Әмина, Нұрай, есімдерін ерекше екен. Рахмет, қай сыныпта оқисыңдар? 9-шы. Сендер ше? Біз 7-ші сыныпта оқимыз. Кішкентай екенсіңдер ғой. Қыздар, қай көшеде тұрасыңдар? Арғы көшеде тұрамыз, сендер ше? Біз осы көшеде. Жақын тұрады емес, күнде кешкісін осы жақта жиналып тұрайық. Жақсы ой екен, бір мезгіл сабақтан серіліп қаламыз. Осыған қарағанда жақсы ғой тегілсің ғой. Оқысам не болыпты? Жай айттым ғой. Ренжіспейік, достар. Иә, жаңа ғана таныстық қой. Жарайды, ренжіме, біз кетейік. Қайда? Шаруамыз бар емес пе? Иә. Сау болыңдар онда. Көріскенше, кешке осы жерде боламыз ғой. Айтсам болды ғой. Сау бол, Нұрай. Сау бол. Сау бол, Нұрай. Қойш, сен ұнатып қалған сияқты ғой. Жоға. Онда неге саған ғана айтты? Мен ше? Байқамай қалған болар. Жарайды. Ерасымын шаршадым, қайтамын. Сен барғаннан кішкене жүр жатырам. Түсінбедім. Біз қашаннан бері бөлек қайтатын боламыз? Бөлек емес. Сен қаласаң отырып күте тұр, мен кішкене істеймін. Бүгін саған не болған? Ештеңке болған жоқ. Алдама, осыған дейін екеуміз күніге бірге қайттық. Бірдей ақша таптық, бірдей еңбектендік. Досым, ақшаның артық болмайды ғой. Қызықсың сен де. Алдама, сен Нұрайды ұнатып қалғансың ғой, солай ма? Ондай сезімге бізге әлі ерте деп ойлаймын. Қайда ерте? 7 сыныптың қызары 11 сыныптың ұлдарымен араласып жүр ғой. Біз олардың қасында жігітпіз ғой. Досым, демек сен ұнатқан болып тұрсың ғой. Ұнаттым, Нұрай жақсы қыз секілді. Ертең қандай күн екенін білесіз бе? Иә, әрине. Ертең сенің туған күнің. Иә, ертең менің туған күнім. Қаншаға толады екенбіз? 7-ге. Жарайсың, менің балапаным өсіп қалыпты ғой. Әпке, ертең анамнан сұранып ойнайтын жері бар кафеге барайықшы. Келістік. Рахмет. Амина? Қайда бара жатырсың? Неге жалғыз өзің жүрсің? Мен тергеп тұрсыңдар ма? Жоға, просто сұрап жатқан ғой. Кешке қолдарым бос болса, қар жаққа барып серуендеп қайтайық. Иә, келмейді де екен. Бірақ қазір Нұрай туған күн тойлап жатыр. Нұрайдың туған күні ме? Жоға, сіңілісі мөлдірдің. Онда бәріміз серуендеп қайтса қалай? Ендеше оларға барайық. Кеттік.
Тамақ іштің ба? Иә. Мөлдір қайда? Енді ойнап жүр. Кеше серуен деп қайтамыз, ұлдар шақырып жатыр. Ұлдар? Иә, Ерасыл мен Бейбарыс ар жақта күтіп тұр. Сен шақырып тұрдың ғой, иә. Жүрші, қызық болады. Мөлдір туған күнің. Туған күніңмен Мөлдір. Рахмет. Рахмет барлықтарыңа, Мөлдір қуанып қалды. Я, осы жолы туған күнім күшті өтті. Ештеңе етпейді, уақытты жақсы өткіздік. Я, шынымен де сергіп алдық. Саған әлі біраз серу керек сияқты ғой. Түу, қош. Жайды ойнап жатыр. Сау болыңдар, онда біз кеттік. Нұрай, мен сені шығарып салайын. Мен бармын ғой, не болды саған? Одан да бәріміз бірге қарайық. Кеттік. Нұрай, ертең кездесіп қайтса қалай қарайсың? Ертең бе, мен Бейбарыс қайтып қойып едім. Түсінбедім. Ода сенің номерің қайдан бар? Алғаш танысқан күні алған. Сендермен бәрі түсінікті. Сау болыңдар. Ерас, тоқташ, саған не болды? Шаруаң болмасын сен. Түсінбедім, тоқташ. Сен дос болғаның осы ма? Немене? Мен Нұрайдың атқанын білесің ғой. Я, білдім, оны менден аттым. Еще мен оны саған қарағанда ашық айттым, сен сияқты өзіме сенімсіз болған жоқпын. Солай ма? Сен өзің айтқан жоқсың ба? Бізге олай ойлау әлі ерте деп. Солай, ерте деп айтты деп кездесуге шақыруың керек па? Иә, саған ерте болса, маған ерте емес. Сау болыңдар. Мөлдір, не қалары бойын көш? Ой, Ерасыл, сәлем. Сәлем, қайдан жүрсің? Мен Мөлдірді ойнатып жүргем. Нұрай қайда? Ол Бейбарыспен бірге киноға кеткен. Түсінікті. Неге өзің көрінбей кеттің? Жай, сабағым көп болып кетті. Түсінікті. Нұрай да сені сұрап жүр. Түсінбедім. Енді ол сені жақсы көреді ғой. Не деп жатсың? Қалай сонда? Оған Бейбарыс тек дос ретінде ұнайды, ал сен оған ерекшесің. Жоқ, Амина, сен бәрін дұрыстап түсіндірші. Өзінен сұра, сау бол. Саған рахмет, бүгін кездесуге шыққан. Бүгін өте қызықты күн болды. Иә. Қазір қаншаларда қайтасың? Біздерге шарпысам бола ма? Нұрай, сені сөйлесуге бола ма? Мөлдірің ғой, көрмей тұрсың ба? Саған ешкім сөз берген жоқ. Сендерге не болды? Дос едіңдер ғой? Өз уәдесіне тұра алмады. Кім? Сенен басқа кім? Сен өзін емес пе ма олай деген? Сен мәңгілік дос болайық деген уәдені бұздың. Сен мәңгілік дос болайық деген уәдені бұздың. Бейбарыс! Бейбарыс! Ай, не болып жатыр? Бейбарыс қалып кетті ме? Өзің де көріп тұрсың ғой, сұрақтың астына ала бермеш. Осының бәріне өзің кінәлісің. Бейбарыспен қыдырып, Ерасылды ұнатқаның болмады. Сен екеуінің достықтарының арасына от салдың, бәріне өзің кінәлісің, Нұрай. Сау бол. Қалайсың? Жаман емес. Қорқытып жібердің ғой. Ерасыл, кешір мені.
Сен немен кешір, менікі де дұрыс болмады. Уәденің кіші мықты болатынын білмеппін. Құлағымда шыңылдап тұрды ла. Сол үшін уәдені бұзбау керек деп айтады ғой. Енді уәден бұзбас болды. Демек, уәдені қайтарасың ба? Әрине.